Айсафи және достары. 3 бөлім. Сиқырлы сандық. Күн шуақты, бірақ біздің достардың іші пісіп отыр. Қараңдаршы балалар, тарих кітабын оқимын деп ұйықтап қалыпты ғой. Айсафи, шіркін, тарихқа саяхат жасай алсақ қой деп армандайды. Бұл не сандық? Бұл ненің дыбысы? Сандық қозғалып жатыр. Ол дірілдеп, ашынды. Қашыңдар, бұл сиқырлы қиын. О жоқ, ол бәрін сорып барады. Ұсталымдар, достар. Гүрс, ойбу қайда түстік? Бұл нағыз ежелгі базар ғой. Түйелер, саудагерлер, қарбыз абайла, қауындарды ездің ғой. Ал мынау кім? Арбаның үстінде домбыра тартып отырған. Иә, бұл әйгілі қу тапқыр Тазша бала. Тазша бала Айсафиге. Уа, болашақтан келген қонақтар, қош келдіңіздер. Мен сендерді күтіп отыр едім деді. Тазша бала Айсафиді және оның достарын ежелгі базармен таныстырғысы келді. Киіз үйге қонақ қылды. Ал мына дастарханды қараңдаршы. Бауырсақ, құрт, қазы-қарта, тілі үйрет. Құлпынай, қайдасың? Ой, ол бауырсақтың арасына кіріп кетіпті ғой. Ал мұнда нағыз батырлар жаттығуда. Садақ тарту, атқа міну, күрес, елді қорғау ерлігісі. Біздің апортта батыр болғысы келеді-ау деймін. Тарт, апорт, тарт. Қой бұл, өзі ұшып кетті ғой. Ал балалар, қандай ойын ойнауда? Ақсүйек ойыны сияқты. Айсафи мен Тазша алтыбақан теуіп жүр. Қандай керемет. Ешқандай телефонсыз ақ көңілді екен ғой, Тазша. Уа, болашақтан келген қонақтар. Қош келдіңіздер. Мен сендерді күтіп отыр едім. Уа, халайық, той басталды. Ұлы даланың нағыз думаны осында екен ғой. Тазша бала ортаға жүгіріп шықты. Қарсы алыңыздар. Сөздің пірі жас Жамбыл. Және ақын қыздардың төресі сұлу Сара. Шіркінай, Жамбылдың екпінің қара. Домбырасын безілдетіп, нөсерлетіп төгіп жатыр. Айсафидің аузы ашылып қалды. Бұндай кереметті бұрын соңды көрмеген. Ал Сара ше, ол да осал емес. Сөзі мірдің орнында, өзі аққудай сыланған. Жамбылға берген жауабын естіп, бүкіл халық өкінді. Нағыз тапқырлық. Айтыс қызып барады. Біздің қарбызда шыдай алмай билеп кетті. Дүңк. Ал апортше, ол қолына ағаш алып, өзін ұлы күйші сезініп тұр. Тарта ғой апорт. Бәрекелді. Екі ақында тең түсті. Нағыз өнер сыйластық. Ал енді шашу. Аспаннан кәмпит жауып жатыр. Құлпынайды қараңдаршы. Өзінен үлкен кәмпит ұстап алыпты. Бәрі мәз-мейрам. Міне достар, ұлы даланың өнері осындай. Мәңгілік әрі керемет. Жаса қазақ өнері. Айсафи бір күнде ғажайып күйде, уақытпен жүрді ал шіртедік кейде. Қарбыз Құлпынай апорт қасында, бәрі бірге сапар шекті баянда. Кенет жарық ашылып жол алдына, тарих құрған есік ашты олардыда. Жамбыл Сара дәуіріне тап болды, ескі базарда осы шат толды. Айсафи достарым, ертегіге бастадым. Тазша бала күтіп тұр, аман болсын бастауын. Жамбыл Сара әлемі, дана сөздің дерегі. Базардағы думанды көріп келді көрмеді.
Тазша бала жүгіріп қош келдің деді. Ертегеге саяхат керемет әлем, домбырасын қағып ап күліп қойды. Мына базар халқымның жүрек ойы, базарда құрт ірімшік жүн мен үрме, алма өрік балда бар тәтті кемде. Сараның сазы армандай әуен толды, Жамбылдың жыры даланың күлді. Ай Сафи достарым, ертегеге бастадым, Жамбыл сара жырымен жарқырады жас шағым. Тазша бала қош деді, жол көрсетті өшпеді, атамыздың тарихы әнге айналып кестеді. Ай Сафи айтты сөздерің алтын екен, қазақ өнер ғасырдан қалпын екен. Достарымен бірге ап жанарына, базардың сәні жазылды жадынына. Қайта келдік заманаға өз дәуірге, алаштың рухы қонған бізге мәңгеге. Балаларға арналған бұл ән тату, өткен мен бүгінді жалғайды батыл. Ай Сафи достарым, ертегеге бастадым, Жамбыл сара жырымен жарқырады жас шағым. Тазша бала қош деді, жол көрсетті өшпеді, атамыздың тарихы әнге айналып кестеді. Міне балақай, біздің саяхат осымен аяқталды. Бұл арнайы шығарылым тәуелсіздік мерекесіне арналды. Сен көрдің бе? Біздің тамырымыз терең, тарихымыз бай халықпыз. Батырлардың ерлігі, ақындардың жыры, домбыраның үні, мұның бәрі бізге ата-бабамыздан қалған сыйлық. Осы ғажап өнеріміз бен салт дәстүрімізді сүйіп қорғап жүрейікші. Себебі отанды сүю оның тарихын білуден басталады. Мерекелеріңізбен кішкентай достар. Жаса Қазақстаным. Бізді үзбей бақылап отырғыларыңыз келсе тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Біз үшін бұл өте маңызды.